Алишер адвокаттың Тұлпар Қашқа деген атын десе, бары таниды екен. Ассалаумалейкум, қадірмен көрушілер. Месеркеч каналының қатталушылары. 10 август 2022 жыл Жалабат облысы Базарқорған Жон айылында. Нұрбектің дағы бір атын сіздерге тарту қыласыз. Андықтан бізбенен шоғыл тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға талып, лайк басып, сұныштарды комментарийге жазып, біздің жаңа каналымызды қолдап қойыңыздар. Бұл атты емес сіздерге толық маалыматын біздің сатушымыз өзі береді. Андықтан назар салыңыздар. Нұрбек еме, бұл атымыздан таныш өтелі маалыматын берелі біздің көрушілерімізге. Бұл ат жаш 3 алсы ек, жаш 3 алсы. Бойы евро уровеньмен өлчөгөндө 1.68 ек. Тазасы. Уровеньде? Уровеньде 1.68. 1.68 уровеньде. Бақаласа любой улаға жоға. Аттың азыр еті бошырақ айғырдан келген үшін. Айғырдан келді бұл, Демек үйірі дағы бар, үйірі дағы жүрген. Қазықтарын көргөзіп қойыңыз. Негізі түйі қайсыл жақтық болды бұл ат? Түйі өзізден әлі. Жаллабаттық, Жаллабаттың күшті аттарының бірі. Урматтуу көрушілер. Сіздерге мұндай айландырып көрсетіп қойлы. Тұяқтары азырынша таза, барлы жақшы көрінеді. Ной қырғанға жоғыш лебі? Адамға құда қаласа зор, характерлері өте ұсамды. Ойнап тұрады жетелесен нағыды. Чоң жиындарда жүрді деп қалдың, не бұл? Улақтағы видеолар бар. Жөнеттеген дұрысы жөнетім. Төй қаян ташаған, тай қаян, машина қаян ташаған. Егер қызығып, көре өздеген болса, WhatsApp арқылы жөнет қойсын. Жақшы. Демек, урматтуу көрушілер, улақта чоң жиындарда жүрген аттардың бірі. Егер кімге жаққан болса, өзіңіздер жақыннан келіп көресіздер. Албетте сіздерге қысқаша маалыматын беріп, көрсетіп, сіздерге болған жеткірген әрекет қылабыз. Жануар өте құрч аттардың бірі. Чоң болған мен жаман құрчак. Мынандай қабақ баштарынан еле білініп тұрады ат. Қандай екені. Өзі дағы еттеу ат екен. Азыр эми айғырдан, үйірден келген уақ екен. Бұға дағы менше ойлаймын, ушул 1 ай, же болса 1-2 айға барып ат өте табана келет деген ойдамын. Ат бақаны жылқы қармағандар өздері дағы түшінеді. Ушул аттың мындай жақын тоқтатып, көкірегінен бір көрсетіп қойыншы. Алыстан ғана білінеді екен ғой. Көкіректері жануардың. Мынау шындай көкірек менен, мынау шындай сын менен көрі атастар өте жүректі аттардың бірі екен. Артқы чатаяғынан көріңіздер, санеттерін көріңіздер. Анткени чоң жиында көптөгөн аттардың арасында турат, мынау шындай аттар. Таза қырғыз жылқыларынан, Таза. Жаллабаттың жақшы таза қырғыз жылқыларының бірі. Уйдалап, ойнап тұрады екен ғой. Ағаян бағылдек така. Жарым етан болдек бұлмақ. Егер бағусы келген болса, мұндан дағы ойнап тұрады екен. Айт жануар. Бұл атты миніп ұшыл улақта бір черді жаза тұрған ат екен. Бастарынан көріп қойсаңыздар да болатыны. Улақ ашқанда жака барады да. Улақ ашқанда, Өзбекстанда мәралар қылген аты қалды. Өзбекстанда жақсы улақтарда чауылып мәра қылған немелер бар, видеолар бар. Өзінде чауылған Ражап прессе мүмкін жерлер бар. Ушул жерден сұрағым келіп атат да, Өзбекстанға жоңына улаққа барып чауылған ма же? Сатылды өлі? Улақта чауылып жүрген. Жоңына улаққа алып барып қайра келген, Демек, көрдіңіздер, Өзбекстанда жақшы мараларды қылып келген дейді. Өзбекстанда таниды. Еме башқа өлкөлөргө барған. Қандай қашқа? Тұлпар қашқа. Тұлпар қашқа. Алишер адвокаттың тұлпар қашқасы десе,
мына ушундай экен. Алишер адвокаттын Тұлпар Қашқа деген атын десе бары таанийт экен. Эми чет жакатарга же бир башка өлкөлөргө барып чабыла турган аттар, жөнөкөй аттар барбайт. Андыктан сиздер алдыда көрүп турган ат мына ушул Өзбекстанга барып жакшы мараларды кылып, ийгиликтерди жаратып келген экен. Мына төөнү төөдөй, машинаны машинадай таштап ийгиликтерге жетишкен ат экен. Барын видеосу бар дейт. Андыктан сиздерге Куда каласа кимге насиет алсак үйдөн. Атка куда каласа 100% жол. Ат көңүлүңдөгүдөй чыкпай калган болсо 100% ответи менен ака. Мен ушундай гарантия берем. Өзү текшерип көрүп атасыздар, тизгин менен камчы жок. Видеосу бар ака. Ушул жерде өзүндө чабылган. Ушул жерде чабылгандар, мөңкүп турган ака. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, миң уккандан бир көргөндөй. Андыктан атты өзүңүздөр келиңиздер, көрүңүздөр. Мына азыркы айгырдан келген убагын сиздерге көрсөтүп турабыз. Эми бул атты өзүңүздөр багып толтурган болсоңуздар сөз жок. Арпа 2 кило будай жеп атат, 5 килодан жем жеп атат. Көтөрүлөктүн пока. Өтө сон. Аттын бир айыбы барбы? Аттын айыбы өтө күчтүү көп жейт ака. Суу түшүп сал кыйыныраак. Узагыраак бастырат. Болду, ошол айыбы. Жакшы. Ат ушунчалык жеңил болгон менен өтө көп жейт ака. Азыр кечке таң ашырып койсом акыбалыңа чыгып курсак. Уктуңуздар деп ойлоймун, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай аттарды алыңыздар, черден чыгып улакка чабыңыздар дейбиз. Эми баасын угуп көрөлүчү. Баасын канча деп турат? Чала беришет ака. Мунун аттын ценасы кымбатыраак. Чалып байланышып сүйлөшөбү. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Баасын чалат экенсиздер, сүйлөшөт экенсиздер, демек келишим баада экен. Андыктан сиздерге жаккан болсо экранда номерлерге чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Чаптырам деген өзүм чабам деген палбанам коркпой келе берсин ака. Куда каласа. Демек ишеничтүү аттардын бири, Ооба ака, аттын кутугобу, жеген ичкени өтө сонун ака. Аттын казыктарынан карасаңыз ака, бир чийилген жери жок ака. Ишик турмак түгүл ака, бир жеринде чийилген жери жок, куда каласа иншалла. Аттын сан көчтөрүнөн караңыз. Эти жок азыр пока мына кабырганы кара. Арт жактарынан бир көрсөтүп коеюн сиздерге. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар. Аттын зор озуна чаттака. Канчы каршысыздай болуп аткан.